Қарызсыз өмір сүруің үшін, қарызсыз өмірге сен өзің лайықты болу керексің. Бұл дегеніміз не? Бұл ауру тиюі мүмкін, соны мен лайықты емеспін ба? Қазір менің 10 миллион, 1 миллион, 3 миллион қарызым бар. Получается, мен қарызсыз өмірге лайықты емеспін ба деп ойлау мүмкін. Негізінде Енді айта кетейін, бұл жерде неге мен бұлай айтып отырмын? Жәннатқа кіру үшін біз жәннатқа лайықты болу керекпіз. Қалай? Амалдарымызбен, сөзімізбен, әрекетімізбен, ата-анамыздың алдындағы қызметімізбен, күйеудің алдында, баланың алдында, халықтың алдында жұмыс жасап жатқан кезде, получается, біз өте үлкен жақсы жаңалықтар, жақсы әрекеттер жасаймыз. Сол үшін біз не істейміз? Жәннатқа лайықты боламыз. Жәннатқа лайықты болу үшін біз өміріміздің соңына дейін, қай кезде өмірден өтіп кететінімізді білмейміз, бірақ соған лайықты болу үшін әрекеттер жасаймыз. Факт. Енді біз қарызсыз өмір сүруіміз үшін тура осындай бір әрекеттер жасап лайықты болу керекпіз. Енді елдің бәрі ойлауы мүмкін, мен қазір жұмыс жасасам, қарызды жауып кетем. Одан кейін менде ақша көп болса, болды, мен қарыз болмаймын. Жоқ. Басыңа түскен қарыз ол нығмет, ол жақсылық. Сен сол қарызды жабу арқылы новый этапқа өтесің. Ақша табу қабілетің ашылады. Егер де сен қарыз болмағанда, сен 5 миллион табатыныңды, 10 миллион таба алатыныңды білмейтін едің. Бұл сөз дәл қазір қарызда отырған адамға ауыр тиеді. Ол кезінде маған да ауыр тиген, ол сөздер маған ұнамаған, бірақ соңында мен қабылдадым. Получается, бұл маған беріліп жатқан нығмет екен. Енді осы бір нығметті мен дұрыс пайдалана алып, ол жерде выгорать етпей, ешкімді кінәлі санамай шығып кететін болсам, получается, мен әдемі өмірге лайықтымын деген сөз. Енді қалай қарызсыз өмір сүруге лайықты боламыз? Ең бірінші жақсы ой ойлау. Жақсы ой кім туралы? Әрине, ең бірінші Аллах туралы. Өзің туралы емес, ең бірінші Аллах туралы жақсы ой. Құдай бір айналдырғанды шыр айналдырады. Адамның басы Алланың добы деген сөздерді өміріңде никогда айтпау. Ол дегеніміз біздің бүкіл әлемді жаратқан Раббымызға қарсы келу деген сөз. Тек қана жақсы ой. Аллах чуда береді. Аллах қаласа бәрі болады. Бол десе болады, значит, деген сөз, Екінші, ол жақсы ой өзің туралы. Менің бір жолым болмай қойды. Мен ақ бір осындай сорлы болдым. Мен ақ бір анандай болдым. Мені жоқ. Сен жақсысың, сенің қолыңнан келеді. Бұл өмірге келуіңнің өзі бекерден бекер емес. Қандайда бір жақсыға лайықты болғандықтан Аллах тағала осы бір әдемі әлемді, бүкіл әлемнің әдемілігін саған арнап жасап қойды. Жақсы ой. Өзің туралы, менің қолымнан келмейді, мен ақ осы қарызға бата беремін, мен ақ сорлы болдым, мен ақ андай болдым, менің фигурам мұны. Өзің туралы шаңның тозаңындай да бір жаман дүниені ойламау. Осы екеуін сен тұрақты түрде бір ай бойы жасамайтын болсаң, сенің өміріңде уже өте үлкен жақсылықтар болып бастайды. Біз адам өз ойынан хабар береді. Адамның өмірі ойының нәтижесі. Егер де қиындықтар, проблемалар, жаман дүниелер, қарыз, жұмыс жасасаң банкротқа кіріп кетуіңнің барлығы мына жердегі миыңның не ойлайтынының көрінісі. Просто адамға қарада, оның өмірінде нелер болып жатыр. Ол постоянно қарызда жүретін болса, значит таза емес. Ой, жоқ, мен жақсы ой ойлаймын, мен деген күштімін деп айтуы мүмкін, бірақ өзімен өзі қалған кезде сол сөзі үшін өзі ұялады. Айнаға қараған кезде өз-өзіңнен ұялмауың керек. Прям четко, честно болу керексің. Мен Аллах туралы жақсы ой ойланамын, және де мен өзім туралы күшті ой ойланамын, мен өз-өзіммен күшті жұмыс жасаймын, бұл менің өмірімнің нәтижесі деп айтатын болсаң, ұялмай айта алу керексің. Егер де сенде постоянно қарыз сұрап атқан болатын болса, мысалы мен өзім өмірімнен айтып кетсем болады, мен онкологиямен ауырған кезде де, получается, ол менің ойымның нәтижесі. Неге? Басыма қандай да бір қиындықтар, дүниелер келіп жатса, мен соны тек қана жамандыққа балай бердім. Менің өмірімнің нәтижесі не болды? Сол бір уақыттарда өте жаман болды. Онкологиямен де ауырдым, жатып қалдым,
қарыз, займ, кредит, балаларға ештеңке бере алмаймын. Бұл менің ойымның нәтижесі болды. Өйткені мен өмір бақи жаман ойлайтын. Мен бір сорлы болдым, неге мен ажырастым, неге мен осындай болдым, неге мен дұрыс емес күйеуге тидім, мен кінәлімін, мен ана адамды бүйтпедім, мен сөйтпедім. Сол кезде ененің сөзіне басымды ие салуым керек еді. Сол жерде де тоже мен өзім оңбаған болдым деп бүкіл жамандыққа өзімді лайықты көру, өзімнен минус іздей беру менің өмірімнің сол бір кездегі құртылғанының нәтижесі болып келді. Получается, сен өзің туралы, ең бірінші Аллах туралы жақсы ой ойлайсың. Айша жаман ой ойламаймыз. Екінші, өзің туралы жақсы ой ойлайсың, сенің айналаң өзгере бастайды. Сенің қарыздарың жабыла бастайды. Сенің ойыңның жақсы нәтижесі екені денсаулығың реттеле бастайды. Бала-шағаң жақсы бір әдемі жетістіктерге жете бастайды. Қолың ашық болып, қалтаңа артық ақшалар түсіп жан-жағыңа бере бастайсың. Бұл сенің ойыңның тазалығының нәтижесі. Бүкіл жерден жақсылық көре алу, жақсы ой ойлай алу сенің өміріңде қарызсыз өмірге лайықты екеніңді көрсетіп бастайды.